Қайырлы күн, курс тыңдаушылары. Келесі дәрісіміздің тақырыбы химия өнеркәсібінде жылу алмасу процестерінің маңызы, жылу тасымалдаудың түрлері, олардың сипаттамасы, жылу өту және жылу беру, жылу өткізгіштік және жылулық сәулелену. Дәрістің тақырыбы бұл яғни химия өнеркәсібіндегі жылу алмасу процестерінің маңызы, жылу өтудің негізгі теңдеуі, конвекция, жылу беру, конвективті жылу алмасу, Ньютонның жылу беру заңы. Жылу өтудің түрлері. Жылу өтудің бірнеше түрлері бар. Бұл яғни жылу өткізгіштік, Фурье заңына негізделеді. Конвекция бұл Ньютонның суыту заңы, жылулық сәуле шығару ол Стефан Больцман заңына негізделеді. Жылу өткізгіштік бұл яғни жылу өткізгіштік коэффициенті лямбда әрпімен белгіленеді. Альфа бұл жылу беру коэффициенті болып табылады. Абсолют қара дененің сәулелену коэффициенті К0, абсолютті қара дененің сәулелену коэффициенті болып табылады. Жылу өтудің негізгі теңдеуі жылу алмасу аппараттарды есептеуде кинетикалық теңдеуді кеңінен қолданылады. Ол жылудың ағыны Q мен жылу алмасу бетінің арасындағы байланысты сипаттайды, және ол жылу өтудің негізгі теңдеуі деп аталады. Жылу өту коэффициенті ыссы жылу тасымалдағыштан салқын жылу тасымалдағышқа 1 секунд уақыт ішінде 1 метр шаршы қабырға арқылы олардың температура айырмасы 1 градусқа тең болатын, қанша жылу мөлшері берілгендігін көрсететін бұл жылу өту деп аталады. Жылу өткізгіштіктің негізгі заңы дененің әртүрлі жерлерінде температуралар айырмасының пайда болған жылу ағынының мөлшерін Фурье заңы жылу өткізгіштіктің негізгі заңы бойынша анықталады. Жылу өткізгіштік коэффициенті. Газдардың жылу өткізгіштік коэффициенті бұл яғни 0,62, 0,10 мыңнан 62, 0,10 мыңнан 165 ватт бөлінген метр кельвин аралығында болады. Температура көбейгенде жылу өткізу коэффициенті көбейеді. Газдардың жылу өткізгіштік коэффициентін төмендегі формуламен анықтаймыз. Сұйықтықтардың жылу өткізгіштік коэффициенті 0,1, 0,7 аралығында болады, және температура көбейген сайын жылу өткізгіштігі азаяды. Жылу оқшаулағыш материалдардың жылу өткізгіштігі 0,6, 0,175 ватт бөлінген метр көбейтілген кельвин аралығында болады. Бұл металдар үшін жылу өткізгіштік ол өте жоғары, температура өскен сайын металдардың жылу өткізгіштік коэффициенті азаяды. Температуралық өріс дененің барлық нүктелеріндегі температуралар жиынтығы температура өрісі деп аталады. Температура өрістері қалыптасқан және қалыптаспаған болады. Қалыптасқан өрістің әр нүктесіндегі температура уақыт бойынша өзгермейді де, ал қалыптаспаған өрісте өзгереді. Температуралық градиент кеңістіктегі температура бірдей нүктелердің геометриялық орны изометриялық бетті құрайды. Мұндай беттер бір-бірімен ешқашан қиылыспайды. Конвекция газ немесе сұйықтықтарының макроөнімдерінің қозғалысы, макрокөлемдерінің қозғалысы және оларды араластыру нәтижесінде жылудың таралуы конвекция деп аталады. Ағынның ядросында жылудың араласуы жылу өткізгіштіктің және конвекциямен бірдей өткізіледі. Жылудың мұндай бірлесіп алмасуын конвекциялы жылу алмасу деп атайды. Қабырғаға жақындаған сайын жылу берудің қарқындылығы төмендейді. Қабырға жанында қалыңдығы тең жылулы шекаралық қабат пайда болады. Ньютонның суыту заңы жылу алмасу бетінің сұйыққа берілген жылу мөлшері қабырға бетіне қабырға мен сұйық температурының айырмасына уақытқа және тура пропорционал болып келеді. Бұнда келесі формулада бізде альфа бұл жылу беру коэффициентін көрсетеді. Альфаның мәні қабырға мен қоршаған орта арасындағы жылу алмасудың қарқындылығын сипаттайды. Конвективті жылу алмасудың дифференциалдық теңдеуі сұйық Фурье-Хирков теңдеуімен анықталады.
сипатталады. Сұйықтықтың еркін қозғалысы қандай да бір қоздырғыштың әсерінен туындайды және сұйықтықтың физикалық қасиеттерімен, оның жылдамдығымен, жүріп жатқан каналдарымен сипатталады. Жылу тасушының еріксіз қозғалысы кезінде оның қозғалысы ламинарлы және турбулентті режимде болады. Будың конденсациялануындағы жылу беруі қабықшалы конденсация, тамшылы конденсация, аралас конденсация болып үш түрге бөлінеді.